Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 116 сабақ шығарма жазатын боламыз. Бүгінгі шығарманың тақырыбы көктем келді. Көктем табиғаттың оянатын, тіршілік қайта жанданып, айнала көркейетін керемет мезгілі. Қыстың қатаң суығынан кейін күн жылынып, қар еріп, жер беті көктей бастайды. Күн нұры жерге мейірімін төгіп, адамдардың көңіл күйі де жақсара түседі. Ағаштар бүршік атып, құстар жылы жақтан оралып, өз әсем әндерін сала бастайды. Далалар мен бақтар түрлі түсті гүлдерге толып, айнала ерекше бір сұлулыққа бөленеді. Шөптер жасыл желекке оранып, табиғат ерекше түрге енеді. Көктем жаңару мен үміттің мезгілі. Адамдар бұл кезде дала жұмыстарына кірісіп, егін егуге дайындалады. Оқушылар да жаңа шабытпен сабақ оқып, көктемгі сергектікпен алға ұмтылады. Көктем маған ерекше ұнайды. Себебі бұл мезгілде бәрі жаңарып, жан дүнием де жарқырап сала береді. Табиғатпен бірге мен де қуанышқа бөленемін. Сондықтан көктем менің сүйікті мезгілім. Мінекей балалар, көктем келді деген тақырыпқа осындай шығарма жаздық. Сіздер де өздеріңіздің шығармаларыңызды жазсаңыздар болады осы тақырыпқа. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де осы шығарма, осы тақырып сіздерге түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Олай болса балалар, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.